Қайырлы күн, оқырмандар. Бүгін мен сіздерге Canva қосымшасынан шолу жүргізетін боламын. Бірінші Canva қосымшасын ашып алайық. Google поисққа Canva деп жазамыз, бірінші шыққан сайтты ашамыз. Және сайтқа кіргенде регистрация батырмасын басып тіркелеміз. Мысалы, мен Google аккаунт арқылы кірдім. Біз тіркеліп кіргенде Canva-ның негізгі бетін көріп отырмыз. Мына жерде менің осыған дейінгі проектілерім сақталып тұр. Canva-ның негізгі мүмкіндіктерімен таныстырып, шолу көрсететін болсам, бірінші документ. Бұл жерде біз құжат беттерін жасап, олардың тексттерін өзгертіп, және артына фон қойып, фон ретінде өзіміз қалаған фотоларды загрузить қосымшасы арқылы жасап ала аламыз. Және де документтің шрифттарын, түстерін өзгерте аламыз. Және тағы да басқа құжатқа керекті қосымша мүмкіндіктері бар. Және де екінші онлайн доска. Бұл өзімізге ыңғайлы жоба немесе өзге тақырыптарды талқылауға арналған доска болып табылады. Бұл бетте біз элементтер жиынтығынан қажетті стикерлер болмаса, дайын тұрған шаблондарға өзіміз қалаған тапсырмаларды орындап, ыңғайлы түрде көрсете аламыз. Және де бұл қосымшаның да өзге де мүмкіндіктері бар. Мен негізгі мүмкіндіктерін сіздерге көрсеттім. Бізде презентация бөлімі. Бұл жерде біз өзімізге презентация слайд жасай аламыз. Егер де бізге презентация тез арада дайын болу керек болса, біз осы қосымша ішінен дайын шаблондар алып, олардың текстін өзгертіп көрсете аламыз. Ал егер де өзіңізге басқа шаблон керек болатын болса, элементтер тақтасынан керекті элементтерді алып, өзіміздің шаблонымызды жасап шығара аламыз. Төртінші, бұл бізде соцсети деп аталады. Бұл жерде біз Instagram посттарын, Instagram историяларға салынатын проектілерді жасай аламыз. Ол үшін бізге мынадай шаблондар шығады. Қалаған шаблонымызды таңдап, ол жерден суретін өзгерту керек болса, загрузить батырмасын басып, сол жерден өзімізге керекті суреттерді загрузить етіп, осындай посттар жасап шығара аламыз. Бесінші, бұл бізде видео. Біз видеоға дайын шаблондар немесе өзіміз қалаған видеоны өңдей аламыз. Бұл жерде екі видеоны алып, бір шаблонға қоюға болады, болмаса да екі видеоны қатар-қатарынан өзіміз жасап алуға болады. Видео жасау арқылы біз өзіміз ол жерде аудио қоя аламыз, видео запись жасай аламыз, және қосымша сөздер қосып, ерекше қылып жасауға болады. Бұл бізде сайт бөлімі. Бұл жерде біз түрлі шаблондардың арасынан өзіміздің тақырыбымызға келетін шаблонды бірінші іздеп тауып аламыз, және ол жерге өзіміздің сайтымыздың тақырыбын жазып, шаблондағыдай тексттарды қолданамыз. Және де біздің сайтымыздың беті дайын болып шығады. Және мына жерде екі батырма бар. Бұл қосымша батырмалар, яғни настроить размер. Бұл жерде проекттің размерін өзгерте аламыз. Және загрузить дегеніміз бұл Canva-ның ішіне өзіміздің өзге проектілерімізді загрузить етіп сақтап ала аламыз. Және жалғастыра кететін болсақ, еще деген кнопкамыз тұр. Сол жерді басатын болсақ, бұл жерде бізге альбомный, книжный деген сияқты дайын размерлер шығады. Өзіңіздің проектіңізге байланысты таңдап алып, жұмысыңызды жалғастыра беруге болады. Осымен біздің Canva-дағы негізгі мүмкіндіктермен танысып өттік. Енді негізгі менюда тұрған қосымшалармен таныса кетсек. Бірінші, бұл бізде проекты. Бұл жерде сіз өзіңіз жасаған проектілеріңіз, последний проектілеріңіз бірінші шығып, одан кейін қалған соңғы проектілерді іздеп таба аласыз. Шаблоны деген бар. Бұл жерде яғни өзіңізге керекті проектіңіздің шаблондарын алу аласыз. Мейлі грамота болсын, мейлі резюме болсын, сіз қалаған жасап жатқан проектіңіздің шаблонын таба аласыз. Ең соңындағы мүмкіндік бұл бізде өзіңіз қалаған проектінің былай сөзбен жазып берсеңіз, сізге суретін шығарып, проект создавать етіп бере алады. Және де Canva-да өзіңізге керекті қосымшаларды, проектілерді іздеп жатсаңыз, поиск батырмасын басып, өзіңіз қалаған проектінің шаблонын таба аласыз. Мысалы, мен мына жерде грамота деп поискқа жаздым, маған дайын грамоталардың шаблондарын көрсетіп тұр. Бір емес, және бірнеше шаблондар бар. Өзіңізге қалаған, өзіңізге ұнағанын таңдап ала аласыз. Осымен біздің Canva-ға шолуымыз аяқталды. Сіздерге бәрі түсінікті және оңай болды деп ойлаймын. Тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жазып кетіңіздер, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.